Халықтың қолдауымен сайлауларыңыз керек қой. Сіз халықтың қолдауынсыз халықпен ақылдаспайсыз. Өздеріңіз сайладыңыздар да қой. Партия өзі шешеді. Жоқ, басшы партияға ғана емес қой. Әрбірден кейін партияны ғана басқармайды ғой. Қазақ болу керек болды. Қазақ болу керек басшымыз. Қазақстанда тұрамыз ағайын. Басшы деген әрбірден кейін партияны басқармайды тек қана. Так, ағамызға да қазір оңай тиіп сол кісінің алдына жатпай енді. ол кісіге де оңайшылықпен Аға дұрыс бәрі ол кісі мысалы 45 жыл мына партия совет жұмысында басқарған екен өзі басқарып ол кісі кеше өзінің рұқсатыменен өзі ол кісі заявление беріп неше раз сонау съезден бері политбюродан сұрап жүр қазір ол кісі бізге рұқсат беріңіз денсаулығыма байланысты осы 12 январь күні ол кісі 70-ке толады білесіздер ғой ол кісінің арқасында мына қазақстан осы алматыдан өздерің көріп отырсыңдар ғой мінекей алматыдан көріп отырсыздар қалай өскенімізді басқа жерге бармай кеше кім қазақ еді ағай бір қой содан кейін мәселе егер сіздер жаңа ленинді сөйтіреді деп жатсыздар мәселе лениннің айтқаны бар мәселе ол қай ұлттың тұрғаны емес мәселе үкіметке берілген партияға берілген адам басқарса бізді сонда деп түсінемін мен егер былай келетін қазақтың партияға берілген адам жоқ па өкіметке берілген сіздер сонда өздеріңіз сөзсіз бұл қазақ өте елді сөз ойлап сонда ұлт ойлап бұл қазақ саяси бюроны Где пленка все, ребята? У кого? Так, ты сейчас пойдешь, и все пленку заберешь, и мне принесешь эту пленку. Ты сам заберешь, понимаешь? Обе кассеты мне все. Все. Ладно? Все вы поймете? Давай. Так, может быть, рядом так? Нас сюда. Спасибо большое. Вот. Спасибо, Сергей. Все уже, ребята, все подготовили. А как пошлите отправлять? Пока не вижу, там ну так вот им скажи, мы сидели, позвонили, немедленно прекращать. Как все, начали пьевную стену. А ну все, что там добавляется народ? На встречу, вы до света ходите. Не, ну, кто-нибудь из ответственных работников вышел бы, разъяснили все.